Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Симбаева Алла Мақсұтқызы, Зерде мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Ал бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағында біздің өтетін тақырыбымыз әрине етістік. Балалар, егер бүгінгі сабақта сіздің көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша ма? Жарайды, тамаша болса, онда біз сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты бүгінгі сабақтан қандай қызмет жұмыстар жасаймыз, қандай білім аламыз. Мәтіннің құрылымын анықтаймыз және түрлі сұрақтар, оларға жауаптар табамыз. Сонымен қатар етістікті анықтаймыз, етістіктің қай сөз таптарымен байланысатынын білетін боламыз. Олай болса, балалар, білім алуға асығайық. Ол үшін өткен білімімізді қайталап алайық. Кәнекей, өткен сабағымызды еске түсіру үшін мен сіздерге тест жұмысын әкеліп отырмын. Бірінші тестта етістіктің сұрақтарын ата. Етістік нені білдіреді? Етістік нені білдіреді? Заттың атын, заттың сынын, заттың қимылын, заттың санын және заттың көлемін. Дұрыс жауапты ойша белгілеп қой. Келесі тапсырма. Бардық сөзіне қай сұрақ тиісті? Не істеді? Не істепті? Не істемекші? Не істедік? Қайтеді? Не істейді сұрағына жауап беретін сөздерді тауып көрейік. Ойлайды, жазады. Маңырады, гүлдеді. Кісінеді, секірді. Мөңіреді, жинады. Үрді, жазды. Енді сен ойша осы тестіға жауап беріп көрсең, енді дұрыс жауабын тексерейік. Кәне экранда дұрыс жауабын тексереміз. С жауабы дұрыс-ақ. Д. Не істедік? Сұрағы қойылады. Не істейді сұрағына жауап беретін сөздер қатарында ол А жауабы ойлайды, жазады. Тамаша. 3 сұраққа да дұрыс жауап берсең, онда сен өткен сабақты өте жақсы түсінген екенсің. Жарайсың. Олай болса, балалар, сабағымызды ары қарай жаңа сабақтан бастаймыз. Кәне дайынбыз ба? Оқулығымызды аламыз қолымызға. Оқулығымыздың 76-шы беті және жұмыс дәптеріміздің 60-шы бетін ашайық. Құралдарымызды жинақтап, мұқият жинақталып отырайық. Олай болса, балалар, біздер қазіргі сабағымызда мәтінді оқудан бастаймыз. Мәтінде бізде мақта туралы айтылған. Мақта аса бағалы өсімдік. Одан талшық алынады. Мақта құнарлы, топырақты және ылғалды ұнатады. Ол суармалы жерде өсіріледі. Піскен кезде оның қауашағы ашылады. Одан үлпілдеген ақ мақта көрінеді. Балалар, мінекей, бұл медициналық мақта, мынандай аппақ мақталар көрінеді екен. Бұның барлығы өсімдіктен алынады. Мақта өсімдігінен алынады. Ал балалар, мәтіннің құрылымын анықтап көрейікші. Бұл әңгіме, бұл мәтін әңгімелеу мәтіні ме, әлде сипаттау мәтіні ме? Кәне ойланып көр. Сипаттау мәтіні қандай болады? Әңгімелеу мәтіні қандай болады? Кәне дәлелдеп көр. Жарайсың, тамаша. Сен нағыз білімді оқушы екенсің. Мәтіннің құрылымын анықтап алдың. Жарайсың. Олай болса, балалар, осы мәтіннің ішінен сіздер етістіктерді таба аласыздар ма? Екінші сөйлемден. Жарайсың. Үшінші сөйлемде. Ұнатады дедің бе? Тамаша. Өсіріледі. Иә, дұрыс. Сұрағың? Тамаша. Ашылады. Не істейді? Тамаша. Көрінеді. Не істейді? Тамаша. Мінекей, балалар, біз осы мәтіннен етістіктерді тауып алдық. Олай болса, ары қарай жүрейік.
Келесі тапсырма. Балалар, бізге жұмбақ берілген. Біз жұмбақ шешкенді өте жақсы көреміз. Сондықтан да дәптермен жұмыс бірге жүреді бізде. Қазір жұмбақты әдемі жазып, оның шешуін тауып көрейік. Төбеден төнеді, тамшысын төгеді. Сол кезде ой қаулап, бәйшешек өнеді. Жұмбақтың жауабын көріңіз. Тауып көріңізші. Жарайсыз, тамаша. Енді, балалар, бұл жерде жұмбақтың ішінен біздер етістіктерді табамыз. Балалар, етістіктерді тауып шықтыңыздар. Қандай етістіктер? Төнеді, төгеді, қаулап, өнеді. Ал енді осы етістіктер қай сөзбен байланысып тұрған? Анықтап көрейікші, кәнекей. Бәйшешек өнеді. Өнеді. Бұл жерде өнеді, сұрақ қойыңыз, бәйшешек не істейді? Өнеді. Бұл етістік. Бәйшешек, сұрақ қойыңыз, не өнеді? Бәйшешек өнеді. Онда бұл зат есім. Ал енді бұл жерде екі сөз бір-бірімен байланысады. Яғни зат есіммен етістік байланысып тұр. Оның байланысын біз сіз арқылы көрсетеміз. Өте тамаша. Сіз өзіңіздің дәптеріңізге осы тапсырманы қай сөзбен етістік байланысқанын көрсете ғой. Тамаша, сіз ба жасадың? Ал балалар, бәйшешек деген не? Естуіміз бар бәйшешекті. Ол өсімдік екенін білеміз. Ал бәйшешек ол өте әдемі көктемгі гүл. Оны көктемнің жаршысы деп атайды. Бір қызығы ол, алғашқы рет көктемде қардың астынан, қардан қорықпай, салқындықтан қорықпай шығады. Сондықтан да бәйшешекті көктемнің жаршысы деп атайды. Қосымша мәліметтерді сіздер өздеріңіз оқып алыңыздар. Ал олай болса, балалар, тапсырманы біз орындап, және оның сызбаларын, байланысын сызбамен көрсеттік. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Тағы да дәптермен жұмыс жасаймыз, балалар. Бұл жерде бізге аса мұқияттық қажет. Өйткені біздер синоним сөздерді есімізге түсіреміз. Синоним сөздердің ережесін есіңе түсіріп көрші. Тамаша, әлі есіңде, ұмытпаймыз біз. Кәне, барлығымыз оқып көрейік бұл сөздерді. Сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту. Осы етістіктерді синонимдарын табасыз. Мысалы, сыйлау. Оның синоним сөздерін тауып жазу керек. Құрметтеу тағы қандай болуы мүмкін? Кездесу, яғни бір-бірімен кездесу. Тағы да оны қандай сөзбен айтуға болады? Ұялу, үркіту. Кәне, ойланып көр. Тамаша. Бір сөз болса да ойланып көруің қажет. Жарайсың. Олай болса, менің жауаптарымен бірге тексеріп көрейік. Жауаптарымыз. Кездесу, жолығу деп айтуға болады. Қауышу, жүздесу, дидарласу, тағы да басқа бар. Ұялу, қымсыну, имену, қысылу, қызару. Ал үркітуге синоним сөздері. Қорқыту, шошыту, зәресін ұшыру, зәресін алу деген тағы басқа сөздер. Өте тамаша, балалар. Оны біздер өз дәптерімізге орындайтын боламыз. Келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, біздер суретке мұқият қарап, суреттен оқушының көзі кең. Бастайым деп айтасың ғой. Бастай беріңіз. Еді, қазір тұрың.
18-ден бастайын ба? Мынадан бастайын ба? Жоқ, осыдан. Осыдан да? Балалар, суретке мұқият қараңыздар. Біз нені көріп отырмыз? Кімдерді көріп отырмыз? Балаларды көріп жатырмыз. Олардың іс-әрекеттерін көріп отырмыз. Олай болса, балалар, қазір сіздер сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып, оны көшіріп жазуларыңыз керек. Кім інісін киіндірді? Кім өзі киінді? Яғни бұл жерде киіндірді етістігі қай кезде қолданылатынын білуіміз керек. Кім інісін киіндірді? Мысалы, Айжан інісін киіндірді. Ал киіндірді етістігі бұл жерде қай кезде қолданып тұр? Жарайсың, тамаша. Ал киінді етістігі. Мысалы, Нұрплан өзі киінді. Жарайсың, тамаша. Міне балалар, біздер үнемі өзіміздің інілерімізге қамқорлық, іні қарындастарымызға қамқорлық жасап жүреміз. Егер сен ініңді киіндіріп біреуге көмектессең, онда біреудің көмегімен жасалса, онда ол киіндірді болады. Ал егер сен өзің киінсең, онда киінді болады. Неге? Етістік сөздерінде өз құпиясы бар екен. Тамаша. Ары қарай тапсырмамызды жалғастырайық. Келесі тапсырма. Мінекей сіз тапсырмаларды жаздыңыз. Ары қарай бізде балалар. Біз дүниетану сабақтарында ауаның қасиеттері туралы өткен болатынбыз, естеріңізде болса. Ол кезде түрлі тәжірибелер де жасадық. Ал біздер неше түрлі тәжірибелер жасап, ауаның қасиеттерін анықтаған болатынбыз. Есіңде бар ма? Ауаның құрамында 78% азот және 1% көмірқышқыл газы, 21% оттегі бар екенін білеміз. Ауа қандай? Ауаның иісі қандай? Әлде иісі жоқ па? Қандай тағы қасиеттері бар? Есіңе түсір. Немесе төменде берілген YouTube арқылы қарауыңа да болады қосымша. Төменде берілген сілтемемен қарауыңа да болады. Міне осы біліміңді толықтыра отырып, ауаның қасиеті тақырыбында әңгімелеу мәтінін құрастыр. Яғни, сенің дәптеріңде берілген 19 жаттығуға ауаның қасиеттерін жазып көр, өз ойыңды жинақта және осы мәтінді өз бетіңмен әңгімелеу мәтінін құрастырып жаз. Ауаның қасиеттерін тағы да есіңе түсір. Тамаша, сенің қолыңнан барлығы келеді. Өте тамаша. Жарайсың. Тамаша. Мінекей балалар, біздер сабағымызды аяқтадық. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Ал егер де сабақ сізге түсінікті болып, сіз ары қарай білімімді қалай тексеремін деп ойласаңыз, сіз білген академия порталындағы тест жұмыстарына жауап беріп көр. Сен өзіңнің қанша балл жинағаныңды және қанша білім алғаныңды білетін боласың. Сау болыңыздар балалар. Келесі сабақта кездескенше мен сіздерді күтемін.